Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен оңай үй жағдайындағы лағман дайындаймыз. Мінекей, осылай тезде дайын болады. Ол үшін бізге үйдегі бар заттар қажет. Ет, капуста, редька, сәбіз, чеснок керек. Осының бәрін турап аламыз да әдемілеп салмасын жасаймыз. Бірінші етті, пиязды қуырмалап аламыз. Үйде тәтті бұрыштар болса, оны да салып жібереміз. Мінекей қуыруды бастадық. Міне осылай. Үйде мен қызыл бұрыш бар еді, соны салып жібердім. Тәтті бұрыш, жасыл екеуін. Мінекей қуырылып жатыр. Одан кейін үстіне су құямыз. Су құйып, баяу отқа қойып қоямыз. Ішіндегі картоп қоспаймыз. Ішіндегі ет, редькалары, сәбіздері пісу үшін, сосын лағманға арналған дәмдеуішті қостым. Мінекей осылай пісіп жатыр. Ендігі кезек лағман сабаламыз. Осылай кастрюльге құр су құямыз, тұз қосамыз. Су қайнағаннан кейін үстіне лағман саламыз. Лағман кәдімгі корона фирмасы лағманы. Спагеттіні осыны саламыз да жаймендеп сорпаға қайнатып аламыз піскенше. Мінекей осылай өздері суға түскеннен кейін орнығады. Піскен піспеген тексеріп, осылай арасын қайта-қайта қозғап тұрыңыз. Себебі бір-біріне жабыс қалуы мүмкін. Мінекей пістау дегенде алып, салқын суға саласыз. Бірден алып, ыдысқа мұздай су әкеп тұрасыз, бірден сала кетесіз. Міне осылай көріп тұрғандарыңыздай шәулемен сүзіп алып, салқын суға саламыз. Тағы тек осы бір суды емес, 2-3 мәрте салқын суға салсаңыз болады. Мына су демде ысып кетеді. Мінекей мен екінші суға салып жатырмын. Міне мұздай суға салынған лағман осылай сусылдап, дара-дара болып тұрады. Ендігі кезек ыдысымызға қамырды салып, піскен қамырды салып, үстіне жаңағы дайын болған салмамызды салып, осылай ұсынамыз. Міне видеода дайын болған лағманның видеосы. Осылай татымына қарай пияз, қара бұрыш қосып бересіздер. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исақова. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыра кетіңіздер.